Иә. Сіз жас болдыңыз ғой енді сол. Иә. Сіз жас болып түстіңіз. Бір қиналған кезіңізді еске алып, бір осыдан қиналдым деп не айта алатынсыз? Бұл қиналған заттар көп қой. Біреу. Біз айлығымыздың бәрін ата-енемізге береміз. 4 күн бөтен жақта тұрады. Қайтадан ақша сұраймыз ғой. Ол кезде олар ойлайды ғой біздер ақша тығып алып қалды деп. Ондай арамдық болған жоқ. Моншаға баратын 15-20 теңгені таба алмай қалатын шақтарымыз болды. Содан қасымыздағылардан сұрайтын едік қой. Содан бір күні жаңағы әйелдер деген қу болады ғой. Содан біреулер айтады, премия аласың, жаңағы квартал сайын премия береді, ай сайын квартал. Соның біреуін тақып қалшы дейді. Сол әйелдердің айтқанын тыңдап, әлі есімнен кетпейді. Ата-енемнен, атамның шаруасы жоқ қой, енемнен жасырып 150 сом шығады сол кезде. Сол ақшаны тығып қалғанмын. Оны бір қызға өзім сияқты келіншек мен сақтап қоямын деп сейфке салып, сол 3 түгелі жоғалып кетті. Бір тиынды пайдаланбадым, ол маған жаққан жоқ. Мен соны келіп енеме айттым. Мама, мен сөйтіп кешір, мен ақша тығып қойып едім. Сол қыздардың айтуы бойынша, қасымдағылардың. Бірақ ол ақша маған бұйырған жоқ. Сіздер типа арамдыққа үйретіп отыр. Иә, сондықтан мені кешір, ешқашанда енді олай істемеймін деп енемнен, ол тіпті білмейтін еді, бірақ өзім айттым. Арам таза болсын деп, сондықтан ол енемді мені түсініп, ақша берген сайын айтады, өзіңнің керегіңді алып қал балам деп. Солай үйрендік. Сондықтан біздің өміріміз солай өтті, біз ата-енені сыйладық, сыйластық мықты болды. Енді қазіргі келіндеріміз де сол үлгімізді алып, бізге де олар да біздің семьямызға сіңіп, мен қазір Айгүл деген келінім, кіші баланың қолында тұрам, 31 жылға кетті бірге тұрғаныма. Ол менің қазір семьямның нағыз жанашыр сырласым. Ол келінге үйретіп отырам. Бір жерге қыдыратын болсам, бір жерге баратын болсам айтам, балам мынау қалай болады апарсам деп ойласамын. Ол үлгі, себебі ол келешекте менен кейінгі өзінің келініне солай үлгі болады деймін. Сабақ болған. Әженің бір қасиеті, жақсы бір қасиеті болса айтып берсеңіз, осындай қасиеті үшін құрметті деп. Былай да негізі көп қой қасиеті. Сіз білетін. Ол кісі өте шыншыл. Тентек, шыншыл, тіке айтады, әділ айтады. Бұрыс болса бұрыс дейді, дұрыс болмаса дұрыс дейді. Ол түсінген адамға үлкен тәрбие мағыналы. Оны көнбесең басқаша түсінуің мүмкін. Бұл кісі маған сонда айтты деп, біз олай қабылдаған жоқпын көз басым. Сол кісінің қалай тәрбие берді, сол тәрбиесімен жүрдім. Сол тәрбиеде бір өмірлік сабақ болатын бір несін айтып берсеңіз, бір оқиға. Или жаңағыдай ақша тыққан сияқты, ол да сабақ болды ғой сізге. Сондай бір өмірлік бір сабақ болған. Или бір кеңесі ма, ақылы ма? Ол кісі жаңағы мен өзім ісмер емеспін. Қолымнан тігу деген келмейді. Ол кісі әрбір мейрамда көңіліме қалып отырған зат қой. 8 мартта ол кісі ылғида көрпе тігіп беретін еді. Ол сол естелік қалды, мәңгі естелігімізде қалды. Ол ана есебінде бізге жаңағы шебер ғой. Шебер, өзінің қол өнерінде бізге артына қалдырған адам. Немерелерге де қыз бала немерелер бар ғой, соларға деп те мақта салмай сыртынан салып бір көрпе тастап кетті, тігіп шеберлігін, құрақ көрпе. Сол оның шеберлігі менің кіші қызым Бануға әжесінің сол шеберлігі жұққан. Қасиет. Сол. Батасын алдым деп ойлайсыз ба? Алдым, батасын өте алдым. Өлген кезде ол кісі маған өлмей тұрып та көп бата берді. Білмедім деген жоқсың.
үйренуге ұмтылдың деп маған өзім өлгенше батасын беріп кетті. Кетіп бара жатқанда біз енді баланың үлкені болғасын шал артында қалған кезде бізге аманаттап атамызды тастап кетті. Бірақ атамды кіші баласының қолында тұрды. Мырза келді менен ұл болсын деген. Ол балдар атама жақсы қарады. Біз оларға көмекші есебінде жаңағы қол көмегімізді, материальный көмегімізді беріп, атамды да риза қалған адамдармыз. Так, мен қысқа сұрақ қоям бір. Сіз қысқа жауап берсеңіз, но шынайы, жүректен. Так, неден қорқасыз? Мен Алладан қорқам. Нені жек көресіз? Өтірік айтанды, алдау дегенді, жағымпаздану дегеннен қорқам. Неге өкінесіз? Ештемеге де өкінбеймін. Не өзгерткіңіз келеді? Если артқа қарап. Артқа қарап, бір әттеген-ай дейтін. білмеймін, Осы жерде бір бүйтуім керек еді дейтін бір әттеген-ай дейтін бар ма? әттеген айдым жоқ сияқты енді. Өзіміздің балдарымызды дұрыс жолға салып кеттік, еңбекке үйреттік, адалдыққа үйреттік, арамзат істемеуге үйреттік. Енді ұрпағымыз солай болғанын қалаймыз. Бөтен өкініште ештеме жоқ. Өмірдің мәні не? Өмірдің мәні жан-жағыңмен тату тәтті болып, өзімше ешқашан жаңағы өзімнен кейінгі келіндеріммен, қайнымның келіншектеріменен ешқашан да ұрысып, керісіп, сөзге келген адам емеспін. Соныма қарай олар да мені сыйлай білді. Өзімнің жаңағы абысын-ажын, андысын деген болған жоқ. Өзімнің сіңілдерім сияқты қарадым. Өмірдің мәні қысқаша сыйластық. Сыйластық. Сосын Алладан сұрайтынымыз денсаулық, аманшылық бәрі ұрпағымызға, жан-жағымызға. Дәл қазір нені армандайсыз? Қазір осы атамның ұрпақтарының бәрі аман сау болып, бәрі үйлі күйлі болып, тату тәтті болып, ауызбіршілікте болғанын армандаймын. Өмірден осы жасқа дейін сіз қандай сабақ алдыңыз? Тек жақсы жағынан сабақ алдым. Өзіміздің жаңағы ұлымыздың, еліміздің үлкендерінен де жақсы сөз естідім, бата алдым. Әлі де сол кісілердің сыйластықтамын. Бар ғой енді, бізден де қазір өзіміз алды жаңағы менің қосағым 77-ге кетті, өзім 73-ге кеттім. Бізден де үлкен қайнағаларымыз бар. Солардан да жақсы лебіз естейміз, әлі рахмет айтады. Осы тек өкініш жоқ, бәрі жақсы сияқты, білмеймін. Адамдарға қиянат жасаған кезіңіз болды ма? Ешқашан да қиянат жасаған жоқпын. Өзім ойлаймын, ешқашан ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын, қиянат жасаған жоқпын деп өзім ойлаймын. Өзіңіз кешіре алмайтын адамдар бар ма? Мен өше кешірімшіл адаммын. Ешқашан кек сақтамаймын, ешкімге өкпелемеймін. Сондаймын мен. Мен кешірім сұрайтын, сұрағыңыз келетін адам бар ма? Кешірім сұрағыңыз келетін. Бір кезінде бір ренжітіп алдым ау дейтін. Ешкімді ренжітпеген сияқтымын. Мені де ешкім ренжітпеген сияқты. Кешірім сұрайтын адам жоқ сияқты менде. Кімді сағынасыз? Кімді сағынасыз? Ата-анамды сағынамын. Ата-енемді сағынамын. Жақындарымды сағынамын. Өз бойыңызда ұнамайтын қасиет қандай? Өз бойымда ма? Өзіңізге, мысалы, любой адам өзін біледі ғой. Мысалы, менің ұнамайтын бір қасиеттерім бар. Сізде қандай сол? Мен, например, біреуге ренжісем де, например, ренжіп қаласың ғой, соны айтпаймын ешқандай. Ішімде сақтап қаламын. Айта алмай қаласыз? Айта алмаймын. Сол кісіні ренжіткім келмейді. Менде сол қасиет, ешкімді ренжіткім келмейді. Өзімнің бойымда ұстаймын да, шамалдан кейін ол жоқ болып кетеді. Адам 100% жақсы бола ала ма?
100% жақсы бола алмайды. Адам болғасын кемшілікте бәрі де болады. Қазақстанның болашағы қандай? Қазақстанның болашағы біздер енді сол балдарымыздың, ұрпағымыздың аман болғанын қалаймыз. Заманы балдарымыздың жақсы болғанын қалаймыз. Келешегі мықты болып, Қазақстан деген ең бірінші ел қатарлы болса, балдарымыз бай қуатты тұрса, біздің арманымыз сол. Өмірде жолың болды деп ойлайсыз ба? Өмірде жолым болды. Ана деген бір ауыз сөзбен сипаттасаңыз. Бір ауыз сөзбен. Ана деген ұрпағының амандығын тілейді. Солар аман болып, тілекші. Сол отбасымен тату-тәтті тұрса екен деп армандаймыз, тілейміз, дұғадамыз, күндіз-түні. Ана не тілейді? Ана жақсылық тілейді бала-шағасына, ұрпағына, жан-жағына. Болды, біздегі сұрақ осымен аяқталды. Сізге рахмет көп. Әумин. Осы айтқаныңыз бізге үлкен сабақ, кітап. Осыны көрген сіздің балдарыңыз, ұрпақтарыңыз, тума-туыс, өзіңіздің төркін жағыңыздың адамдары может көруі мүмкін. Әумин. Сол кісілерге үлкен сабақ болды. Әумин. Рахмет көп сізге. Бізге не айтасыз жалпы? Сіздерге бауырларыңмен, жан-жақтарыңменен сендердің ауызбіршіліктерің бір болып, тату болғандарыңды қалаймыз. Ұрпаққа не тілейді? Артта қалған балдарың тату-тәтті болса, туыстарыменен қатыса білсе, жақын бола білсе, одан артық бақыттар ма? Соны тілейміз балдарымызға. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Барлық бағана сұхбатта да айтып жатсыз, татулық, сыйластық, достық, мейірімділік. Адамға мейірімділік жетпейді ғой. Мейірімді болу керек, кешірімді болу керек. Ешкімді ренжітпеуге тырысу керек. Өзіңді ренжи бермеу керек. Өзіңді ренжи бермеу керек. Не болса ренжімей, қызбалыққа салынбай отырып. Нервіште жоқ, нервіші жоқ. Шешеңде жоқ ондай. Все, рахмет. Қалай бармын солаймын. Ай жан.